Бүгін біз түстерді үйренеміз, қазақша айтамыз және ағылшынша да үйренеміз. Бұл қызыл түс, мысалы қызыл гүл, ал ағылшынша қызыл түсті red деп айтамыз. Red flower, Қызыл алма. red apple, Repeat after me, kid. қызыл алма, red apple. Бұл көк түс, мысалы көк шар, ал ағылшынша көк түсті blue деп айтамыз. Blue баллонын көк шар. Бұл көк көлік, ағылшынша blue car. Артымыздан Қайтала балақай. бұл сары түс, мысалы сары банан, ал ағылшынша сары түсті yellow деп айтамыз. Yellow banana. Сары жұлдыз, yellow star. Тамаша baby. Бұл жасыл түс, мысалы жасыл жапырақ, ал ағылшынша жасыл түсті green деп айтамыз. Green leaf. Жасыл бақа, ал ағылшынша Green frog. Тамаша балақай, бірге қайталап отыр. Бұл күлгін түс, мысалы күлгін ойыншық, ал ағылшынша күлгін түсті purple деп айтамыз. Purple toy. Күлгін гүл. Purple flower. Well done, child. Excellent. Бұл қызғылт түс, мысалы қызғылт жүрек, ал ағылшынша қызғылт түсті pink деп айтамыз. Pink heart. Қызғыш көйлек. Pink dress. Well done, child. Let's continue. Бұл қоңыр түс, мысалы қоңыр аяқ киім, ал ағылшынша қоңыр түсті brown деп айтамыз. Brown shoes. Қоңыр аю, ал ағылшынша brown bear. Жарайсың балақай. Бұл қара түс, мысалы қара сумка, ал ағылшынша қара түсті black деп айтамыз. Black bag. Қара мысық, ал ағылшынша black cat. Well done, kid. Good job. Бұл ақ түс, мысалы ақ қоян, ал ағылшынша ақ түсті white деп айтамыз. White rabbit. Ақ қағаз, ал ағылшынша white paper. Good job, kid. Excellent. Бұл қызғылт сары түс, мысалы қызғылт сары апельсин, ал ағылшынша қызғылт сары түсті orange деп айтамыз. Қызғылт сары көлік. Orange car. Great, kid. Well done. Жарайсың балақай, түстерді қайталап, жаттап ал. Келесі кездескенше сау бол. Goodbye.